Сәлеметсіздер балалар. Сабағымыз басталды, орнымыздан тұрайық. Жақсы. Ал осы көңіл күйімізді білдіріп, біздің математика сабағымызда қайтеміз? Көңіл күйімізді көтеріп алайық, ал бір шумақ тақпағымыздан көрейік. Bir digin bilsin, çıktım sudan düşsün. İki digin bilim, yalan kavmi bölüm. Üç diginim ümit, ümit takkan şükür. Dört diginim gözüm, tükerim gözüm. Beş diginim bakır, sağlayın bakır. Altı digin akıl, tündağanın makul. Yedi digin yalan, sekiz Allah. Sekiz digin sözüm, sekiz tezim. Toğuz digin toxtav, yedim жоғын жоқтау. On diginim mutan, торға соның ұран. Жақсы, тамаша. Көңіл күйлерің қандай балалар? Жақсы. Сабаққа қандай тақырыппен таныстық? Санның? Санның жарысы. Ендеше санның жарысы жаңағы тақырыбымызды, өткен тақырыбымызды еске түсіру арқылы біз бір ойын ойнап алайық, иә? Әліппенен бері қарай тақтаға шығамыз. Бұлаған екеуміз тақтаға шығамыз. Мен сендерге санды айтамын, тауып үлгереміз, иә? 16-ның жарысы. 16.
орнымыздан тұрайық, артан шетіне қарай, артан шетіне қарай. Енді біз алдыңғы сабақта жаңағы жұп сан, тақ санын өтіп жатқандықтан мен сендерге мынандай ойын айтамын. Ал енді біз мұқият қараймыз. Тақ санды айтқанда орнымызға отырамыз, жұп санды айтқанда орнымызда тұрамыз. Келістік ба? Жақсы, ондай болатын болса. 19. Тамаша. 20. 1. 2. 5. 10. Қандай тапсырма берем балалар сендерге? Ары қарай тапсырмамызды жалғастырайық. Мына жерде бізде моншақтар бар, иә? Моншақтарды өзің ойлаған заңдылық бойынша қояйық. Заңдылықтар, ендеше өздерің заңдылықты қаншалықты түсінгендеріңді мен сендерге мынандай алаша берем, иә? Алашаны алдына қол қойдым. Осы алашаны заңдылықты қолдан пайдалана отырып, әдемілеп отырып бояп шығамыз. Алашаны тақтаға ілеп, өздеріңнің жаңағы бояған алашаларыңды осыған қарайсыңдар да, қаншалықты дұрыс бояғандарыңды өздері алдыларындағы бұландай бағдаршаменен өздеріңді бағалайсыңдар. Әркім шынайы бағалаймыз өзімізді. Қараңдар балалар. Мына алашаға қараймыз да, суреттерің осындай болып шықты ма? Дұрыстап қараймыз. Кімдікі дұрыс онда? Енді көтереміз. Жасын көтереміз. Түсінетін болсақ, онда желкенді, мына жердегі желкенді жасыл түспен бояймыз. Егер де кішкене қателік кететін болса, онда сары түспен бояймыз. Ал кішкене түсінбесек, мұғалімнің көмегі қажет болатын болса, онда қандай түспен бояймыз? Қызыл түспен бояймыз. Ал